Саламатсыздар ма? Кеткен тақырыбымызда аңғарлық мұздықтарды қоректену, көзі және абляция бөліктерін ажыратуға болады екенін қарастырдық. Аңғарлық мұздықтардың қоректену көздерін сурет бойынша тақта қайталап кетейін. Карлар, цирктер дегеніміз осы көріністерді біз ажыратып кеттік. Енді карпшындес мұздық беткейі бойымен жылжыған кезде оның соңғы бөлігінде мұздықтың жоғарғы шегіне параллельді келген бергшвундта деген жарықшақ пайда болады. Бұл жарықшаққа жоғарыдан домалап түсетін тау жыныстар сынықтарының көп бөлігі жиналады. Мына жерде сурет бойынша сіздерге көрсетіп кетейін бергшвундты. Осы таулық мұздық және мұздықтың аңғарларын қоректенумен еру аймақтар құрылысын сипатында бергшвундтар беріледі. Ары қарай жалғастырсақ, бұл жарықшаққа жоғарыдан домалап түсетін тау жыныстар сынықтарының көп бөлігі жиналады. Ол жәнегі схемада көрсетіліп тұр. Осы сынықты материалдардың есебінен түпкі және ішкі мореналар құрыла бастайды. Абляция бөлігінде мұздықтың орталық бел бөлігіне қарағанда оның шегінде еру процесі тез жүреді. Сондықтан мұздықтың үсті дөңестеу келеді. Бұдан басқа мұздықтардың беті әртүрлі микро және мезо пішіндермен күрделенеді. Мұнда көлденең диагональды және радиальды жарықшақтар жиі дамыған. Диагональды жарықшақтар мұздықтың орта және шеткі бөліктерінің әр жылдамдығымен жылжығаннан түзелген. Трок аңғарларының бойлық кескіні біркелкі емес, ойлы, қырлы, кедір бұдыр болады. Олардың түбіндегі көлденең келген жартасты бұлтықты ригель деп атайды. Жамылғы мұз басқан аймақтардың бедер пішіндеріне келсек, жамылғы мұздықтар таулық мұздықтармен салыстырғанда әлде қайда көп ауқымды болады олар. Тіпті кей тұста бүтіндей бір аралдар мен құрлықтарды алып жатады. Мысалы, Гренландиядағы сірескен мұздықтардың қалыңдығы 3 километрден асса, Антарктидада олар 4 километрге дейін жетеді. Мына жерде Антарктида көрінісі көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде вот следующий міне. Осы жерлерде 4 километрге дейін жететін мұздықтардың қалыңдығын көріп тұрсыздар, иә. Осындай ғаламат қалыңдығына байланысты мұз астындағы бедер пішіндері мұздықтың таралуына пәлендей әсер ете алмайды. Жамылғы мұздықтардың үстіңгі беті әдетте дөңестеу, жазық келеді. Яғни қалқанға ұқсас болады. Олар арктикалық және антарктикалық климат белдеулерінде таралған, ал бұлардағы
қардың шегі теңіз деңгейіне дейін жетеді немесе одан сәл биігірек орналасады. Жамылғы мұздықтардың жылжуы қысымның айырмашылығына байланысты пайда болады да мұздық қалқанның ортасынан бастап жан-жағына жылжып тарымдала тарай бастайды. Мұздықтың қоректену аймағы қалқанның кіндік тұсінде орналасқан. Ондағы мұздың жыл сайынғы еруі оған түсетін қар мөлшерінен кем болады. Қоректену аймағынан қашықтаған сайын абляция арта түседі де мұздың қалыңдығы кеми бере мұздықтың шет-шегі мұз астындағы бедеріне бейімделе бастайды. Мұздықтардың үстіңгі бетін әдетте сан тарау жарықтар шималап жатады. Олардың пайда болу себептері де алуан түрлі. Біресе мұз астындағы бедердің әсерінен, енді бірде мұздықтардың жекелеген бөліктерінен әрқилы болады. То есть жылжуына болуы ықтимал. Бұл жарықтар мұздық бетінің жазда еруінен пайда болатын судың әсерінен кеңейіп тереңдей түседі. Тереңдігі ондаған, тіпті жүздеген метрге жететін мұз үсті каналдары осылай қалыптасады. Мұз ішіндегі және мұз астындағы каналдар мен үңгірлер де осындай сулардың ағу нәтижесінде пайда болады. Бұл үңгірлерде су қатты қысымның әсерінен болады және тегеуінді күшті ықпалымен ағып аса зор эрозиялық аккумуляциялық жұмыс атқарады. Төрттік кезеңде мұз басқан алаңның аумағы талай рет елеулі түрде өсіп отырған. Солтүстік Америка мен Еуразия аумақтарындағы орасан зор алқаптарда мұз басты. Енді мына жерде осы тақырып бойынша сіздерге аңғарлық мұздықтар туралы жазып кету керек. Жеке жұмыс. Келесі жолы біз сұрақтар, тесттер бойынша барлығын ары қарай қарастырамыз.